Құрметті аналар мектебі каналының тыңдарманы, бүгін сіздерге тағы да бір тақырып, бұл босанудың кезеңдері және ол кезеңдердің қашан аяқталып, қашан бітеді, және жүкті әйел, босанушы әйел сол кезде не істеу керек деген сұраққа бүгін тоқтала кетейік. Босану кезеңдері негізі 3 кезеңнен тұрады. Ол бірінші кезең, яғни жатыр мойнының 5 сантиметрден 10 сантиметрге дейін ашылуы. Қысқаша айтып кетемін қазір, кейін соңына қарай ашамыз. Бірінші кезең 5 сантиметрден 10 сантиметрге жатыр мойнының ашылуы. Екінші кезең баланың туылу кезеңі. Үшінші кезең ол бала жолдасының шығуы, бала серігінің шығуы, плацентаның шығуы деп айтамыз. 3 кезеңнен тұрады. Осы 3 кезеңнің өзінің ерекшелігі бар. Бірінші кезең деп ілгеріде 4 сантиметр, яғни 2 палец ашылған кезде оны 4 сантиметр босанудың бірінші кезеңі деп айтылады. Бірақ, мысалға, бірінші тума әйелде 2 саусақ ашылу үшін қанша уақыт кетеді, және де туып жүрген көп босанушы әйелде, қайта туылушы әйелде жатыр мойнының 4 сантиметр ашылуына әртүрлі уақыт кетеді. Сондықтан дополнительно латентный период деген нәрсе қосылды. Яғни сізде толғақ бар, бірақ ол толғақтар ары қарай шынайы толғаққа өтпейді. Жатыр мойнының ашылуы өте баяу, күніне 0,5 сантиметр, күніне 1 сантиметр болуы мүмкін. Яғни бұл тренировочный схваткадан, жалған толғақтан шынайы толғаққа өту периодын латентный период деп айтамыз. Бұл латентный периодтан бұл активныйға өтуі де мүмкін, өтпеуі де мүмкін. Яғни ол тренировочный схватки Брекстона Гикса деп айтылады. Сізде енді келесі нәрсе ол бірінші кезең басталды. Яғни 10 минутта 3 рет, кемінде 25-30 секундтық ұзақтылығы бар 3-4 толғақ болып жатыр дейді. Ол ретті толғақ деп осылай айтады. Ал сізде ретсіз толғақ болса, мысалға 20 минутта 2 рет, жарты сағатта 3 рет болса, ол ретсіз болады. Оның ұзақтығы да 10-15 секунд болуы мүмкін. Ретті деп біз 10 минутта 3 толғақ болса, ретті толғақ деп айтамыз. Ретті толғақтар жатыр мойнының ашылып, баланың төменде жатқан бөлігінің түсе бастауын бірінші кезең деп айтамыз. Бірінші кезеңде бірінші тума әйелдерде сағатына 1 сантиметр ашылады. Ал қайта немесе көп босанушыда сағатына 1-2 сантиметр ашылуы мүмкін. Бұл жалпы табиғи заңдылық. Кейбір кезде, мысалға, первороткаларда 0,5-1 сантиметрді норма деп айтатын болсақ, кейбір кезде первороткаларда да сағатына 1,5-2 сантиметрге дейін ашылуы мүмкін. Ал кейбір кезде повторкаларда да ол сағатына 1 сантиметрден ашылып тұруы мүмкін. Яғни, қарасаңыз, жатыр мойны ашылудан толық ашылуға дейін кемінде 10-12 сағат кетуі мүмкін. Ол жалпылама жаңағыдай түсініктеме. Ал былай айтқан кезде қазақта жаңағыдай туып атқан әйелдің үстінен күн 2 рет шықпау керек деп айтылады. Ол енді ырымдап айтылған нәрсе. Яғни туып атқан әйел 2 суткадан артық активті ретті толғақта болмау керек деген сөз деп түсінемін өзім үшін. Бұл босанудың бірінші кезеңі, яғни 5 сантиметрден 10 сантиметрге толғақ ашылады. Осы кезде сізді босану залында бақылап, әр 4 сағат сайын дайындығыңыздың, шейкаңыздың ашылу деңгейін қарап тұрады. Акушер-гинеколог, дәрігер. Жатыр мойны толық ашылған кезде, және бала төмендей бастаған кезде, яғни ұрықты шығару сатысы деп айтамыз, ол екінші кезең деп айтамыз. Екінші кезеңде әртүрлі ұзақтықта болуы мүмкін. Кейбір адамда екінші кезең 2 сағатқа созылуы мүмкін, кейбір әйелде 10-15 минутқа созылуы мүмкін. Ол толғақтың күшіне және ұзақтылығына байланысты. Бірінші кезеңнің толғағы жаңағы мен айтқандай 10 минутта 3 рет болса, ал екінші кезеңнің толғағы 10 минутта 4-5 толғақ, яғни әр 1-2 минут сайын толғақ келеді. 4-5 рет
ұзақтылығы 50 секунд, 1 минутқа дейін созылып ұстап тұратын үлкен толғақтар. Бірінші кезеңде 30 секундтық толғақ болса, екінші кезеңде уже 1 минут, 1 минуттан аса ұзақ ұрықты ары қарай төмен түсіретіндей күші жететін толғақ. Енді аман есен босандыңыз дейміз. Осы кезеңде екінші кезең бітеді, үшінші кезең басталады. Үшінші кезеңде акушерка немесе акушер-гинеколог сіздің кіндік бауы сыртта шығып тұр, бала жолдасы іште тұр. Жатырды іштің сыртынан ұстап, жатыр мына жерде қалады, акушердің қолы былай ұсталады, мына жақтан кіндік бауы шығып тұрады. Сол кіндік бауды жатырды ары қарай, кіндікті төмен қарай итере отырып, тракция, контртракция деген әдісті қолдана отырып, бала жолдасын активті түрде тартып шығара бастайды. Ол әрекет сіздің жатырыңыз қысылған кезде ғана істеледі. Қысылмаған кезде, жаңағыда толғақ болмаған кезде, акушеркада немесе дәрігерде күтіп тұрады. Бұл кезең үшінші кезең деп айтылады. Үшінші кезең бала жолдасының шығып және босану жолдарының бүтіндігін, плацентаның бүтіндігін тексерумен аяқталады. Және де сіз осы босанғаннан кейін босану залында 2 сағат жатасыз. 2 сағаттың ішінде не істеледі? Алғашқы жарты сағатта әр 5 минут сайын жатырыңыздың тонусы тексеріледі. Акушерка келіп, тонусыңызды, жатыр босаңсымады ма, астыңыздан қан келіп жатқан жоқ па, әр жаңағы өзінің периодында сәйкес тексереді. 15 минутта тексереді, 15 минутта тексереді. Келесі жаңа уақытта 2 сағаттың ішінде жарты сағатта бір тексеруге көшеді, және 1 сутканың ішінде әр 1 сағатта, әр 4 сағатта сіздің жатырыңыздың тығыздығын тексеріп тұру керек. Өзіңізде көңіл бөліңіз. Босанғаннан кейін жатыр босаңсып, қан кетуі мүмкін. Сондықтан өзіңіздің төсенішіңіздегі бөлініп жатқан қанның көлеміне көңіл бөліңіз. Және де қуығыңыздың толып қалмауына ден бөліңіз. Өйткені аса толған қуық жатырдың денесіне батып, жатырға босаңсуын шақыртуы мүмкін. Яғни біз бүгін босанудың кезеңдерін талдадық. Бірінші, толғақ жатыр мойнын аштыратын кезең. Екінші, ұрықтың туылатын кезеңі. Үшінші, бала жолдасының туылатын кезеңі. Осы кезеңдердің бәрі сізде жеңіл өтуді тілеймін.